бас қосуымыздың себебі шет жағасын өздеріңіз білесіздер, елдегі жағдай күннен күнге ушығып, көптеген проблемалар күннен күнге халықты алаңдатып жатқандығы. Сондықтан біз осы азаматтық жиналысты өткіземіз деп көптен бері әрекет жасап келе жатырмыз. Міне соның бүгінгі межелі күнге жеткен дейміз. Жалпы бүгінгі жиналысқа барлық аймақтарда тиісті азаматтық жиналыстар өтіп, сонда делегаттар сайланды. Оның ішінде 85 қоғамдық ұйымдардың өкілдері бар бүгін. 20 орта және кіші бизнестің өкілдері, 55 саяси партиялардың өкілдері, 8 жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, 16 зейнеткерлер мен 5 көпбалалы аналардың өкілдері, яғни бүгін еліміздегі әлеуметтік, экономикалық, басқа да көптеген проблемалардан шаршаған халықтың мұқтажын арқалап келген азаматтар бүгін осы залда отыр. Сондықтан бүгінгі біздің басты мақсатымыз азаматтық жиналысты өткізудің осы елдегі тығырықтан шығудың жолы қалай? Ең басты еліміздегі жағдай, мынау Украинадағыдай, басқа жағдайдай, сондай жаңағы текетірестікке барып қантөгіске жетпей ма деген мәселелерге осы бағытта соған жеткізу үшін елде қандай өзгерістер болу керек деген мәселелер төңірегінде әңгіме болғызып деп отырмыз. Сондықтан бүгінгі жалпыұлттық азаматтық жиналысты ашық деп жариялап, соған оны жүргізу үшін тиісті біз жұмысшы президиум сайлауымыз керек. Қарсылық жоқ па? Жоқ.